Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Сіздермен бірге Кітаппен дос жобасының ай сайынғы библиохабар айдары. 2024 жылдың маусым айына арналған іс-шаралар жоспары. 6 айдың 3-і сағат 11:00-де кітап айналымы буккроссинг акциясы «У книжки нет каникул» шағын жобасы аясында. 6 айдың 4-і сағат 11:00-де тәуелсіздікке тән белгі тарихи сағаты байтақ елімнің рәміздері кітап көрмесі. 6 айдың 5-і 11:00-де балаларды қорғау күніне свет настроений лета ойын-сауық бағдарламасы. Жаз палитрасы асфальтта сурет салу конкурсы балаларды қорғау күніне. Бал бөбегім балғыным балалар шығармашылық көрмесі. 6 айдың 10-і мен 16-сы аралығында сағат 11:00-де «Считаем вместе с папой» фото челлендж. 6 айдың 11-і сағат 11:00-де тақырыптық әдебиеттер жинақы «Летнее чтение, вот это приключение». 6 айдың 12-сі сағат 12:00-де «Карьера на ощупь» зағип және нашар көретін адамның кәсіби бағдар беру эдвайс сұхбаты. 6 айдың 13-і сағат 11:00-де дауыстап оқу, байланыс және ақпарат қызметкерлер күні. 6 айдың 14-і сағат 11:00-де Нұрсәуле кинотерапиясы. 6 айдың 20-сы сағат 15:00-де қызықты адаммен кездесу кеші «Все в себе переживаю». Журналист ақын Павел Васильев атындағы әдеби бірлестігінің мүшесі Жаслан Садықов туғанына 75 жыл. 6 айдың 22-сі сағат 12:00-де Алтын оймақ үйірмесі. 6 айдың 25-сі сағат 12:00-де журналдық бум атты хабарландыру айдары. 6 айдың 26-сы сағат 11:00-де жастар акциясы «Здоровая молодежь, будущее здоровой нации». Халықаралық нашақорлық пен есірткі бизнеске қарсы күрес күні. 6 айдың 27-сі сағат 15:30-да дауыстап оқу сүйікті әншілер 70 жыл. Мадина Ерелеева, Нағима Есқалиева, Бағдат Самединова. 6 айдың 29-сы 15:30-да Шамшырақ радио хабары. 6 айдың 30-ы сағат 12:00-де библиохабар шілде айында өтетін іс-шаралар анонсы. Құрметті тыңдаушылар, осымен біздің эфиріміз аяқталды. Бізбен бірге бос уақыттарыңызды жоспарласаңыздар болады. Сіздерді Амангелді көшесі 17/1 мекен-жайы бойынша арнайы облыстық кітапханасында күтеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.